Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні бірінші сынып әліппе 74-ші сабақ Ө дыбысымен әріпін жалғастыратын боламыз. Ө әріпінен басталатын сызбадағы сөздерді бірге оқып шығайық. Өріс, өрік, өмір, көлік, көмір, көкек, көрме, көрпе, көрші. Келесі тапсырмамызға назар аударайық. О және Ө әріпі қосылған сөздерді салыстырып оқы дейді. Бірге оқып шығайық. Ор, өр, оң, өң, он, өн, бол, бөл, жон, жөн, сол, сөл, тол, төл, тос, төс, шол, шөл. Ал балалар салыстырып айт дейді. Сөйлемді суретке қарап оқып шығайық. Көмір қара, ал бор ақ, өрік тәтті, ал лимон қышқыл. Орны ауыстырылған сөйлемдерден мәтін құра. Балалар, бізге берілген сөйлемдерді пайдаланып, бір мәтін құрап шығайық. Бірінші, арқаңдағы не? Екінші сөйлем, өркеш қой. Үшінші сөйлем, өркеш саған не үшін керек? Оған жауабы, балалар мінсе, құлап қалмас үшін. Жалпы мәтініміз түйенің өркеші жайлы айтылған. Түйелер бір өркешті, екі өркешті бола алады. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген фигураларды атап шығайық. Үшбұрыш, дөңгелек, шаршы. Астында берілген белгісіз сөзге сәйкес фигураны анықтаймыз. Ал балалар, үшбұрыш сөзін алып қарайтын болсақ, бұл жерде үшбұрыш сөзі келмейді. Себебі алғашқы буыны үш дегенде екі әріптен тұрады, ал бұл жерде үш әріптен келеді. Ал шаршыны алатын болсақ, шаршы екі буыннан тұрады, бұл жерде бізде үш буын берілген. Сол себепті де дөңгелек фигурасы бұл жерге дәлме-дәл келеді. Ал балалар, кім келді, көрші деген сөйлемді мәтіндетті түрде дәптерімізге жазып қоямыз. Ал балалар, каналымыз ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңдер.